сосын геосаясат деген бар мысалға. Неге бізде енді көбісі түсінбейді, не үшін деп біз түсіну керекпіз ғой, біз Полинезия емеспіз ғой, біз бір аралдың тура ортасында тұрған жоқпыз, біздің көршілеріміз бар дегендей, басқа мемлекеттермен қарым-қатынаста болу керекпіз дегендей, жаңағы саясатта, геосаясаттағы өзіміздің бір нақты ұстанымымыз бар. Біз жақсы диалогты алаңбыз, біз толерантты елміз. Соны енді ары қарай сол брендімізді жалғастыру керекпіз. Геосаясат бізге керек. Біз барлық жер бетінен жабылып алып, өзіміз тек ішкі саясатпен ғана айналысып отыра алмаймыз ғой. Сондықтан да сол жағынан да керек бұл шара. Неге былай қарап тұрсақ, орталық Азияда басқа елдерде бар ғой, басқа елдерде өткізуге болады ғой. Неге Қазақстан таңдады? Өйткені Қазақстанда біледі, біз толеранттымыз. Жалпы біздің өзімізде де 91 жылы толеранттық осы мәдениет пайда бола салған жоқ. Ол жылдан жылға осындай алаңдар арқылы, диалог арқылы, әңгіме дұрыс құру арқылы біз осы толерантты болып келдік мысалға. Ол ұзақ марафон болды, бір спринт болған жоқ, жүгіре салып жете салатын. Сондықтан енді әлем соны көріп отыр, біліп отыр.